Саламатсыздар ма, құрметті жиналған қауым, көрермендер, қауымдар. Салалық терминологияны қазақ тіліне бейімдеу мәселелері атты онлайн семинарға қош келдіңіздер. Қазіргі таңда ғылымның әртүрлі салаларының қарқынды дамуына байланысты түзіліп жатқан терминдер саны күннен күнге артып отыр. Соған сәйкес салалық терминологияда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Онлайн семинардың тақырыбында байқап отырғанымыздай, бүгінгі семинарда салалық терминология мәселелері туралы ой қозғалады. Бүгінгі онлайн семинардың басты мақсаты терминология саласындағы ғалымдарды жұмылдыра отырып, салалық терминологияның жаңа кезеңге сәйкес жандандыру, терминдерді жүйелеу жөніндегі жаңа талаптарды әзірлеу және терминдерді қазақ тілінің жазу нормаларына сәйкес ретке келтіру. Қордаланған мәселелерді саралап, оларға тиісті бағасын беріп, ойларын ортаға салу үшін сөз кезегін баяндамашыларға берсек. Бірінші баяндамашы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Ахметова Маржан Кәкімқызына беріледі. Тақырыбы лингвистикалық терминология мәселелері. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің онлайн семинарымыз өте өзекті тақырыпқа арналып отыр. Салалық терминология мәселесі бұл қай кезеңде де, қай дәуірде де үнемі көкейтесті тақырыптардың қатарында бола береді деп есептейміз. Себебі ғылым бір орында тұрмайды. Қоғамдағы болып жатқан түрлі өзгерістер, ақпараттық технологиялардың дамуы, ғылымның түрлі салаларындағы ашылып жатқан жаңалықтардың барлығы да жаңа ұғымдардың, жаңа атаулардың, терминдердің қалыптасуына өздерінің әсерін, ықпалын тигізіп отырады. Міне сондықтан да осындай тақырыптағы семинарларды өткізу өте маңызды ғой деп есептеймін. Және осындай семинарларда тілші ғалымдармен қатар сол саланың мамандары да қатысса нұр үстіне нұр болар еді. Себебі неліктен біздер кейде лингвистер тілдік жағынан жаңағы жұрнақтың жалғаны отырғысынан, болмаса сөздердің тіркесімділігі тұрғысынан белгілі бір өзіміздің көзқарас пікірімізді айтқанымызбен де кей тұстарда сол терминнің беретін нақты мағынасын, ұғым түсінігін, нені қамтып тұр сол жағын кейде дефинициясын анық түсінбей қалуымыз мүмкін. Міне сол себепті де осындай бас қосулар қажет қой деп есептеймін. Жаңа ұғым, жаңа атауларды енгізген кезде біздер аса сақ болуымыз керек. Неліктен? Себебі біздің сөздік құрамға енетін сөздер ол біздің тілімізді байытып отырады. Жаңа сөздердің барлығы тілімізді байытады. Бірақ академик Мырзатай Серғалиевтің мынадай сөзі бар: жаңа сөздерді ұсынып, немесе қабылдаған кезде сөздің сыртқы сұлулығын ғана қарап, тіліміздегі жұрнақтарды талғаусыз жалғай бермей, сол сөздің ішкі мағынасы мен мазмұнына, тіліміздің табиғатына сәйкес келуіне, тіл заңдылығына сай өзгертіп қолдану мүмкіндігіне де баса назар аудару қажет деп атап өткен болатын. Міне осындай ғалымдарымыздың айтқан ұсыныс пікірлерін басшылыққа алғанымыз абзал ғой деп ойлаймын. Менің тақырыбым лингвистикалық терминология мәселелері. Неліктен мен бұл тақырып таңдадым? Өйткені себебі жоғары оқу орнында түрлі пәндер бар, түрлі курстарымыз бар жүргізетін. Сол ретте дәріске дайындалу барысында, болмаса семинар жүргізу барысында түрлі ғылыми әдебиеттерді ізденіп оқимыз, қарастырамыз, қорғалған диссертацияларды. Міне сол кезде де терминдердің бірізді қолданылмай жүргенін әр ғалымда, әр авторда жаңағы жарыспалы, синонимдес сөздерді арқылы берілетін біздер байқаймыз. Жалпы ғылымдағы терминді енгізетін жеке тұлғалар шынтуайтына келгенде, неге десеңіз, ол белгілі бір жаңалықты ашады, сол арқылы өзінің терминін ұсынады. Енді кейінгі ғалымдар сол терминді басшылыққа алып, әрмен қарай жетілдіріп біздер дамытуымыз қажет. Сондықтан лингвистикалық терминология мәселесі туралы айтқан кезде көш басында әрине Ахмет Байтұрсыновты міндетті түрде атап өтуіміз керек.
Мәселенки тіл құрал деген еңбегінде Орынбор 2014 жылы шыққан. Қолданылған терминдерді қазір мен атап санамалап өтейін. Мысалы, түбіршік тіл, түбір тіл деп те қолданамыз. Жалғамалы тіл, қопармалы тіл, жұрнақ, жалғау, сөз тұлғасы, атауыш сөздер, зат есім, етістік, есімдік, шылау, одағай сөз, тасымал, оңаша тәуелдік, ортақ тәуелдік, сөйлем, сөйлеу деген сияқты бастауыш, баяндауыш, қазіргі таңда дәстүрлі грамматикада қолданып жүрген терминдердің барлығы міне осыдан бірнеше жыл бұрын, 100 жылдай бұрын қалыптасып, яғни қолданысқа еніп кетті. Қазіргі таңда да біз соны қолданып жүрміз. Сонда демек белгілі бір ғылымдағы терминологияны қалыптастыруға белгілі бір тұлғалар өзінің әсерін тигізіп отыратынын қалыптастыруда. Енді тіл білімі ғылымы тілдің ішкі болмысын, табиғатын ашып көрсетеді, тілдің даму заңдылықтарын, тілдің атқаратын қызметін, қолданылу аясын, міне осылардың барлығын жинақтап тұратын, тұжырымдайтын білім жүйесі болып табылады. Сондықтан тіл білімі ғылымының да өзге ғылым салалары секілді өзіне тән терминдері бар. Бұлар біздің лингвистиканың тіл білімі саласының ұғымдық аппаратының негізін құрайды. Сондықтан да осы лингвистикалық терминологияға да аса көңіл бөлуіміз қажет қой деп есептеймін. Енді ғылым тілі қай уақытта қабылдаушыға түсінікті болады? Қалай ойлайсыздар? Ғылым тілі қай уақытта қабылдаушыға түсінікті болады? Егер әрине ғылыми мәтіндер көпшілік қауымға арналмайды, ол бұқаралық ақпарат құралдарында таралатын материалдар секілді емес, белгілі бір ғалымдар тобына, сол ғылыммен айналысатын адамдардың тобына, болмаса жаңағы бакалавриат, магистратура, докторантурада білім алып жатқан білім алушыларға бағытталады. Сондықтан магистрант болсын, болмаса басқа да бір ғылыми мәтінді оқып отырған қабылдаушы оны жақсы түсіну үшін оның ішіндегі терминдерін жақсы ұғыну керек. Сонда ғана автордың айтпақ ойын екінші адам түсінеді. Сондықтан да біздің лингвистиканың терминологиясының кейбір тұстарында жаңағыдай бірізділіктің қажеттілігін біздер көріп отырмыз. Ғылым тілі қай уақытта түсінікті болады? Егер де термин сол ұғымды толық беретін болса, ұғым мен таңба бір-біріне тепе-тең келетін болса ғана ол түсінікті болады да, қабылдаушы жаңағы мәтінді дұрыс түсінеді, оны қабылдайды, сол арқылы өзінің жаңағы талдауын жасай алады, өзіндік ой қорытындысын да бере алады. Бұл жерде дефиниция мәселесімен байланысты, себебі ұғым, таңба бұл терминге тән басты белгі болып есептеледі. Терминнің дефинициялануы ұғым мен таңба арасындағы тепе-теңдікті, олардың бір-біріне тәуелділігін сақтауды үнемі айқындап соған ықпал етіп тұрады. Әрине терминологияға қатысты көптеген ғылыми зерттеулер бар, ғалымдардың да пікірлері бар. Термин жасамда басшылыққа алынатын да ұстанымдар бар. Мәселен, Мырзатай Серғалиевтің ұстанымдарына тоқталып өтетін болсақ, ең бірінші ғалым жүйелік болу керек дейді. Себебі термин сөздер бір мағыналы болуы талап етіледі, сондықтан бір жүйелі болу керек, нақты болу керек. Одан кейін нормаға сәйкес екінші белгісі ретінде, екінші ұстаным ретінде көрсетеді. Яғни сыртқы тұлғасы мен мазмұнның тура қарым-қатынаста болуы, жаңағы ұғым мен таңбаның бір-біріне сәйкес келіп тұруы. Одан кейін эстетикалық тұрғысынан да біздер назар аударуымыз қажет дейді. Себебі термин сөздер мүмкіндігінше қысқа айтылу керек, және өте қысқа жазуға ықшам болу керек, дыбысталуы жағымды болуы қажет. Біздің ойлау мәдениетімізбен де тығыз байланысы қадағаланып отыруы қажет дейді. Лингвистикалық терминдер тіл ғылымының дамуымен сыбайлас дамып жетіліп отырмақ деген Кеңесбаев пен Жанұзақовтың тамаша сөздері бар. Бұл ғалымдар 1956 жылы шыққан лингвистикалық терминдер сөздігін басшылыққа ала отырып, екінші рет 1966 жылы Алматыдан
орысша қазақша лингвистикалық терминдер сөздігін жазған екен. Міне сол сөздігіндегі жаңағы алғы сөзінде, яғни ғылымның дамуымен байланысты, лингвистиканың дамуымен байланысты терминдердің де жетіліп отыратынын атап өтеді. Осы жерде менің жаңағы бірнеше рет сөзімнің басынан ақ айтып отырдым. Бір ұғымның әртүрлі таңбалануы біздің зерттеулерімізде жиі кездесіп отырады деп. Мысалы, мен өзімнің зерттеуім мәтін лингвистикасы мен мәтін саласымен байланысты. Бұл қазіргі таңдағы тіл ғылымындағы антропоөзектік бағыттың жаңа қарқынды белең алуымен түрлі тіл білімінде жаңа бағыттар пайда болды. Міне соның нәтижесінде тіл ғылымына жаңа көптеген терминдер енді. Бірақ өкінішке орай терминдерімізде кішкене бірізділік болмай жатыр. Мысал келтіретін болсам, мәтіннің тұлға бірлігі ретінде алынатын, мысалы, күрделі синтаксистік тұтастық деген термин бар, барлығыңызға таныс. Болмаса қысқартылып күрделі тұтастық деп те қолданылады. Ол Рабиға Сыздықтың еңбегінде ең әуелі қолданылған. Бердібай Шалабай және Зейнеп Базарбаева сынды ғалымдарымыз міне осы терминді қолданады. Ал ғалым Қордабаев пен Жақыптар синтаксистік күрделі бірлік деген терминді қолданады өздерінің зерттеулерінде. Жақыпов Жантас Алтайұлы прозалық шумақ деген терминді де қолданып жүреді. Сонымен қатар осы мәтіннің күрделі фразалық тұтасым және абзац деңгейінде мүшеленуі деген диссертацияны қорғаған Қайшығұлова деген зерттеуші күрделі фразалық тұтасым деген терминді ұсынады. Ал тіл білімі сөздігінде 1998 жылы шыққан Алматы қаласына, ол жерде фразадан үстем тұтастық деген термин қолданылады. Әрине, біздер студенттерге, магистрант, докторанттарға дәріс берген уақытта тіл ғылымындағы осындай әртүрлі жарыспалы қолданып жүрген терминдерді міндетті түрде айтамыз. Себебі өзімізде басында зерттеумен айналысқан кезде, әрине біз орыс тілін білгеннен кейін көбінесе орыс тіл білімі ғалымдарының еңбектеріне сүйендік. Ол жерде де терминнің бірізді қолданылмаған байқадық. Әр ғалымда әртүрлі. Сол кезде басында бір еңбекті оқисың, одан келесі ғылыми еңбекпен танысқан кезде, сонда бұлар әртүрлі ұғымды бере ме деген сондай сұрақ туындайды, яғни мәтінді қабылдаушыда. Сол себепті де біздер осындай терминдердің жарыспалы қолданылып жүргенін өздеріміздің білім алушыларымызға түсіндіріп, үнемі айтып отырамыз. Күрделі синтаксистік тұтастық дегенде де күрделі синтаксистік күрделі бірлік, күрделі фразалық тұтасым, фразадан үстем тұтастық деген кезде де барлығы бір ұғымды беріп тұр. Неліктен осындай жарыспалы термин пайда болды деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, менің ойымша, орыс тіл ғылымында да осы терминдер түрлі жарыспалы түрде қолданылып жүр. Мысалы, сложное синтаксическое целое дейді, синтаксическое единство дейді, сверхфразовое единство дейді. Міне сол тіл ғылымында қолданыс біздің қазақ тіл ғылымында да осындай терминдердің қалыптасуына, туындауына ықпал етті ғой деп есептеймін. Сонымен қатар осы функционалдық грамматикада, мәтін лингвистикасында тағы да мынандай терминдер бар, жарыспалы түрде қолданып жүрген. Функционалды мағыналық сөйлеу түрлері дейді Жұбановтың зерттеулерінде, Асқар Жұбановтың. Одан кейін монологтың функционалдық коммуникативтік түрлері дегенде қолданыс бар Мырзатай Серғалиевтің зерттеулерінде. Композициялық сөйлеу формалары, сөйлеу түрлері, бұл Бердібай Шалабай ғалымның, профессор Бердібай Шалабайдың зерттеулерінде. Монологтық сөйлеудің функционалдық мағыналық типтері, профессор Сарқыт Әлішжанның зерттеулерінде. Одан кейін, мысалға алатын болсақ, күрделі синтаксистік тұтастық түрлері, болмаса контекстер, немесе прозалық шумақ түрлері, сөйлеудің қатысымдық түрлері, қатысымдық регистрлер деген сияқты міне осындай көптеген терминдер бар. Осы бағытта міне тіл білімі саласында да әлде болса нақты бір терминді бекіту мәселесін күн тәртібіне қою туындап отыр ғой деп есептеймін. Сонымен қатар тағы да мысалдар келтірейін. Бәлкім сіздер де бір өздеріңіздің ойларыңызды айтарсыздар. Осы композициялық сөйлеу формасының үш түрі ғылымда белгілі, лингвостилистикада.
қазіргі таңда оны біздер әңгімелеу, сипаттау, пайымдау деп қолданып жүрміз. Осындай терминдер бар. Бұл терминдер әуел баста Ахмет Байтұрсынұлының зерттеулерінде қолданылған. Әуезе, әліптеу, пайымдау немесе зейіндеме деп қолданады. Ахмет Байтұрсынұлы зерттеулерінде әуезе деп отырғаны біздің қазіргі әңгімелеу дегенімізге сәйкес келеді. Әліптеу ол сипаттау мәтіндеріне сәйкес келеді. Пайымдау не зейіндеме, пайымдау мәтіндеріне сәйкес келеді. Сонымен қатар мен өзім Бердібай Шалабай, ғалым Бердібай Шалабайдың шәкіртімін. Профессор Бердібай Шалабайдың еңбектерінде осы термин әңгімелеу, суреттеу, ой талқы түрінде қолданылады. Сол себепті менде жаңағы жетекшім ұсынғаннан кейін осы суреттеу мәтіндеріне қатысты диссертациямды қорғаған болатынмын. Суреттеу деген терминологияны қолдандым. Одан кейін Жанташ Жақыптың зерттеуінде суреттеу, баяндау, дәлелдеу деп қолданылады бұл терминдер. Әлішанның зерттеуінде баяндау, суреттеу, талқылау деген терминдер қолданылады. Асқар Жұбановтың еңбегінде баяндау, суреттеу, ой жүгірту деген термин бар. Мына қарап отырсаңыз, бұл жерде де кейбір тұстарда ғалымдардың жаңағы терминді қолдануында сәйкестіктер болса, кейбір тұстарда сәйкеспейтін де жақтарын біздер байқап отырмыз. Сонымен қатар тағы да мысалдар келтірейін. Құрылымдық грамматика дейміз. Сонымен қатар ол дәстүрлі грамматика, деңгейлік грамматика, тұлғалық грамматика деп те қолданылады. Және осы функционалды грамматикадағы тағы да бір үнемі қолданылатын терминдердің бір бұл контекст мәселесі. Кейбір зерттеулерде контекст деп қолданылады, енді бір зерттеулерде мән-мәтін дегенде міне қолданыс жүр екен. Сонымен қатар высказывание дейміз. Осы терминге қатысты да әлі де болса бірізділік байқалмайды зерттеулерімізде. Мысалы, тіл білімі сөздігінде мәтін коммуникацияға қатысушыға тән сөйлемелік бірізділігі дейді. Высказываниені сөйлемелік деген терминмен берген. Енді бір зерттеулерде сөйленім дейді, келесі бір зерттеулерде айтылыс, сөйлесім дегенде терминдер мына жарыспалы түрде қолданылып жүр. Енді бұдан мен шығатын қандай қорытынды шығаруға болады деген ойға келетін болсақ, осы лингвистикалық сөздіктер мен энциклопедияларды бір уақыт өткен сайын жаңартып, жаңалап, қайтадан шығарып, толықтырып, өңдеп, осындай жұмыстарды қолға алуымыз қажет деп есептеймін. Себебі лингвистикалық сөздіктер мен энциклопедия қай уақытта шықты? Соған назар аударатын болсақ, жоғарыда айтып кеткендей, Кеңесбаев пен Жанұзақовтың авторлығымен орысша қазақша лингвистикалық терминдер сөздігі Алматыдан 66 жылы шыққан. Одан кейін барлығыңызға таныс қазақ тілі энциклопедиясы Алматыдан 98 жылы баспадан шығарылды. Салқынбай мен Абақанның авторлығымен лингвистикалық түсіндірме сөздік 98 жылы баспадан шығарылды. Одан кейін әлеуметтік лингвистика терминдер сөздігі редакциясын басқарған Сүлейменова Элеонора Дүйсенқызы 2008 жылы шықты Астана қаласынан. Одан кейін ғалым Абасиловтың әлеуметтік лингвистика сөздігі Алматыдан 2016 жылы шықты. Сонда қазіргі таңда біздің қолымыздағы ең жаңа лингвистикалық сөздік 98 жылы шыққан болыпты. Міне одан бері де бірнеше уақыт өтті. Сондықтан мен ұсыныс ретінде тіл білімі терминдерін қамтып, олардың түсінігін беретін бір лингвистикалық терминдер сөздігін шығарсақ па деген осындай ұсыныс айтқым келеді. Жалпы лингвистикалық терминдер тұтас қамтитын жалпы сөздікті шығаруға болады. Болмаса жаңағыдай белгілі бір тіл білімінің саласына қатысты арнаулы саланы қамтитын сөздік мәселесімен айналысқанымыз дұрыс па деген осындай бір ұсыныс айтқым келіп отыр. Ал назарларыңызға рахмет. Біздер көбінесе басқа ғылым саласына биологияда, тарихта, жаратылыстануда, физикадағы терминдерді айтып жатамыз. Дұрыс емес қолданыстары бар. Мысалға жұрнақ жалғаулар, мына сөздердің тіркесімділігі қате нормаға сәйкес емес деген сияқты. Бірақ лингвистика саласында да осы термин мәселесінің өзекті
екенін атап өткім келеді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге, Маржан Кәкімқызы. Келесі баяндамашыға сөз береміз. Бірінші баяндаманы толық тыңдап алайық, содан кейін қорытындысын жарыс сөзге шығамыз. Келесі баяндамашы Жантұрыш Тәуекел Төлебайұлы, Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты, халықаралық терминдердің қазақ тілінде қолданылуы ерекшеліктері деген тақырыпта баяндама жасайды. Сөз өзіңізде. Елбасы әр уақытта қоғамымыздың бастаушысы, елбасының идеясының атынан естек тіл адаспаймыз. Мемлекеттік тіл, қазақ тілі қоғамымыздың өзегі деп айтсақ, қателеспейміз. Тәуелсіздік алғанымыздың алғашқы жылдарында ең бірінші ол елбасы біздің мемлекеттік тіл туралы әңгіме сөздер. Сонда депутаттар тіл туралы әңгіме айтқан уақытта екіге бөлініп, орыстың тілі ресми тілі болсын, қазақ тілі екеуі қатар ресми деген әңгіме өтеді. Бұл үлкен дауға айналды. Кейін елбасы байқап отырып, алдын аяқ жақсылықта әкеп соқпай жүргені, орыстың тілі де ресми тілге, мемлекеттік тілге айналып кеткесінде, орнынан күшік тұрғыдағы былай сенді кімді басындылары келеді. Қазақтың тілі ғасырлар бойы тепелі шертіліп жатқан тіл. Қазақтың тілінің ғасырда еңсесі кеткен тіл. Сол себептен бұл мәселені көп ұзартпай дауысқа салып, мемлекеттік тіл ретінде шешу керек. Одан қазақтың тілі мемлекеттік тіл болып алғашқы қазақтың еңсеміздік беріп, біраз мәселелер шешілді. Бірақ мен өзім философ болғандықтан бұқара халықтың арасында көп жүремін. Базарға да барамын, барлық кеңселерге боламын. Сонда менің байқағаным, сол мемлекеттік тіл деп жүйе ғасыр бойы жүргенде сол жүрген мәселе онша жоғары деңгейде болмай, халық көбісі орыс тілінде сөйлейді десем қателеспеймін. Неге сендер мемлекеттік тілде сөйлемейсіңдер деп айтсам, мен білмеймін, бәрі орыс тілінде сөйлейді, менде орыс тілінде сөйлейді. Енді студенттер көптің. Сонымен лекциялық құрамында әртүрлі тіл бастатын балалар отырады. Сендер өздерің қай тілде сөйлейсіңдер деп сұрасам, студенттер ашығын айтады. Біз орыс тілінде сөйлейміз. Ал енді неге олай десе, сендер өздеріңіз дейді, сіздер өздеріңіз. Мемлекеттік тілдің бір қанатын алып жүретін терминдерді, халықаралық терминдерді қазақшаға аударып, олардың мазмұнын біздің әбден мерекемізді алдымыз жатыр. Мысалы, мені проценттік қазақша аударында, немесе класты қазақша аударында, содан біз қазір оларды қазақ тілінде оқытпесе біздің уақытымыз жоқ. Халықаралық терминге дайын, егер де сендер бізде жағдай жасап отыр, орыс тілінде өмір сүре береміз. Бұл біздің өзіміз сондай. Оны менің айтайын дегенім, тәуелсіздік алғаннан кейін, мына сенді патриоттар деп атайды.
жалған патриоттар. Біз қазақ тілінің жаршысын, қазақ тілінің жанашырын деп отыра қалып, жетімдердің барлығын қазақша қалдырып, орысша айтқан уақытта елдің бәрі запад етті. Ол енді мен шынын айтсам, сол телімдерді аудару үшін мемлекет бәленбай қаржы берді. Сол қаржыдан қамтып қалу үшін өкілдік жанын шығарып, олар телімдерді қазақша аударып, халықтардың барлығын арастырды. Көбек осы елбасы кандидаты былай деді: мен адастырып жіберген 7300 телімді 17 жылы 7300 телімді қалпына келтіріп, ол телімді орнына қойыңдар. Қалған салық телімдерді енді өздеріңіз білесіңдер, бірақ халық акциясы етіп жүрген мынау телімдер ол қалпында қазақ тілін береді. Өйткені тәуелсіздік біз алғаннан бұрын осы телімдер біздің қазақ тілінің сөздің құрамында болатын. Ғылымымызда дамыды, ғылым академиясында дамыды. Ол енді телімдерді оқыларын шығарады. Халықтың аузында жүрген телімдерді қазақшаға олар, не оның мазмұны жоқ, формасы жоқ. Бәрі шатастырып жіберген. Енді мысалы, мынандай мәселе бар. Телімдер, аударып телімдер деп атайтынымыз. Бұлар ғылымның нағаны. Ғылым бұл телімдерсіз өмір сүре алмайды. Бұл телімдерді біз сол қалпында қалып менің пікірім Назарбаевтың пікірімен асасыда. Сол телімдер қалдырып, ғылымымызды ары қарай дамытып, мемлекеттік тілдің еңсесін тіктеуіміз. Вот мәселе сонда. Ал мысалы енді қараңыздар. Көптеген уақыттан бері қалыптасып келе жатқан мынандай телімдер. Еркін дауысында телімдер. Олар мысалы мемлекеттік тілек, немесе витамин, немесе басқа да телімдер бар. Сол телімдерді ғалымдар 16 ғасырда клетканың арап витаминде поляк оқуысы бейшеде деседе бұл витаминдер оған артты. Енді ол жылдан кейін біздің псевдо патриоттар соны қазақшаға олар жасуша немесе витаминді дәрігер деп артты. Оларды ойлап та, сол дәрігер деген сөзді қалай айтады? Мұны көкейтін болу керсін. Алтайын арқасында келіп қалды. Тау келіп қарағанын етке дәрі. Дәрі деген сөзді негіздеп алды. Мен деген дәрі деп артты. Мен сол кәрістерге қостарға немесе десе дәрі деп артты. Ата деп айтса, олардың барлығы атамыз витамин. Дәрі деп айтқан витамин бар. Клетка деп айтқан, жасуша деп енді айтқан. Енді бір мәселе мемлекеттік тілдің еңсесін тіркеу үшін төрт нәрсе керек. Бірінші орында тұрған экономика, деп айтқан 30% деңгейге жетуіміз керек. Екінші отырғаны демографиялық процесс халықтың саны 80%-ге жеткенде мемлекеттік тілдің балаға ашылады. Үшінші, жай халықтарда бізге, бұқара халықтарда кім болсын? Дұрыс керек. Тілді әрі қарай дамыту үшін, тілді мемлекеттік тілді ұстап тұру үшін дұрыс керек.
отбасында қай жерде өздеріне осы намыс мәселесі бізге тапшылық. Көрші-көздерден, немесе түркмендерден, басқа соны түркілерге қарағандықтан біз қолды бір сілтейміз. Какая вам нам разница, на каком языке говорить? Сондықтан біздің халқымыз үшін әлі көп мәселені шешу керек. Үшінші мәселе, мынау клетканы, мынау терминді бұрмалап қазақшаға аудару үшін оның авторының санасы керек. Оның авторы 15-16 ғасырда қайшы тілмесіне қосырды әрқайсы өзінше терминдерді қазақ тіліне аударып елдің қазақ тілінің мемлекеттік тілдің берекесін. Ал енді осыны ойласақ, мемлекеттік тілді жақсарту үшін, оның ішінде терминдерді жақсарту үшін мемлекет орасан көп қарастырады. Менің ойым, мен ана тілінде жазған 2005 жылы. Сол қаражаттан қарастырып қалу үшін жаңағы аудармашылар, онда келе барлық аудармашы болып, сол қаржыға қосылды. Бұл мемлекеттік тілдің аздап болмаса аңсайтыны тілдің жеке ниеті дұрыс емес адамдарды тіркеледі. Айқайлауды білеміз. Егер көп ақшаның барлығын мемлекеттік қаржысының бәрін жұмсап шетелге қашып кетпейді. Оның қайтып келіп, сол қызметін атқарады. Оларға неге ежеу салыныстан бұлардың неге тексермесіне деп танысымен келіп сол қызмет жасайды. Енді біздің көңіл айтпай-ақ менің қайында ұсынысын бар, ұсынысын ұлағынан да. Мемлекеттік тілдің еңсесін тіркеу үшін ең алдымен бұқара халықпен санасы отыру керек. Алдымен бұқара халыққа терминді жіберу керек. Халық қалай қарайды? Халықтың айтқаны бойынша сол терминді қабылдап енгізу керек. Екінші менің сіздерге ұсынысым егер біз терминдерді кіргізе берсек, тіл шұғырланады. Ал bütün тіліміз олар білетін болса, әрқашан шұғырланып кеткен 80% қалмақтардан, арабтардан, парсылардан, орыстардан, содан келген 85%. Мысалы енді тілдердің ағылшындардың тілі 60%. Bunların Oğuzlarının тілі 64% şuvarlanып кеткен. Бірақ тілдің шұғырлануына қуат болу керек. Осы рахмет тыңдағаннан салтанат сізге де рахмет. Рахмет аға. Ал енді мынау сіздің көтеріп отырған мәселеңізге байланысты мынау халыққа кеңінен тарату керек деп жатырсыз ғой. Бұл мәселе әрине біз қолға алған, бізде termincom.kz деген сайтымыз бар. Сол сайтқа кез келген жастағы, мейлі студент болсын, мейлі ғалымдар болсын, мейлі қарапайым кісілер болсын, және шетелде тұратын азаматтарымыз да кіріп қолдана алады. Бұл үлкен мүмкіндік. Біз жаңағы жалпы қолданушыларға осындай үлкен сайт ашып қойғанбыз. Келесі сөздің кезегін мен Әбдуәли Бержан ағайға бергім келіп тұр. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты, тіл білімі мен география ғылымына ортақ терминдердің арақатынасы деген тақырыпта баяндама жасайды. Бержан аға, сөз өзіңізде. Жақсы аға, ескереміз, жазып қоямыз.
тел өте күрделі болып, бұл жастардың байлануына дейін емес, сонда халықтың өте терең рухани байлығы. Тіл мынау 21 ғасырда күрделі жағдайға тап болып отыр. Өйткені ғылым мен техниканың дамуына байланысты қазіргі кезде айналамызға қарасақ, таңертең ашылған жаңалық келісіне ескеріп қалып жатыр. Осы атаулардың барлығы қай тілде ғылым жасалса, қай тілде жаңалық ашылса, сол тілде соның атауы жасалса, қалған рұқсат алады. Қазіргі кезде байланыс өте қатты дамып кеткен, жер шарының жер деген арақаш болмай қалды. Қазір айтылған сөзді қазір естіп отырамыз. Міне осындай жағдайда біздің ғылым мен технологияның кішкене тұтынушылық қабілет, өндірушілік тұтынушылық қабілетке ие болып отырған кезде тілімізге қаптаған алым төлемдер түсіп жатыр. Осындай жағдайда біз қандай кездесеміз, қандай жағдайда тіліміз болады деген сұрақтар түрлі сала мамандарын ойландырып жатыр. Бұл жерде біздің даму тарихына қараған кезде оған дейінгі аралықта тілімізге көптеген сөздер енген. Бұдан кейінге не береді? Бірақ тілдің өзінің дамылған жұрттарына байланысты сырттан келетін сөздерді тұжырымдап айтқан Ахмет Байтұрсынұлынан ашқан алымды осының принципі осыны дейін басып қалып келе жатыр. Ол солай дейді. Айталастар айтпайын. Осы үш түрлі принцип көрсетті. Біріншісі тілдің барша мүмкіндігін пайдалана отырып, шеттен келген сөздерді аудару. Егер біздің тіліміздің санасы келмей жатса, оған ұлттас тілдерден алу. Үшіншісі сол екеуі болмаған жағдайда тілге сырттан келетін сөздерді қазақ тілінің дыбыстық заңдарына енгізіп алу дейді. Ал енді мен мынау тақырыпты қойған кезде тіл білімі мен география ғылымына ортақ терминдердің арақатынасы деген кезде осы анау барынша тілдің мүмкіндігін пайдалану деген принципке арқа сүйейін деп отырмыз. Өйткені біздің тілімізде қазіргі кезде көптеген түркістан сөздер еніп жатыр, бірақ бізде баяғы сөздер бар. Әсіресе мынау соңғы 20 жылдағы урбанизация қалаға қарай көшу деген бір үлкен үрдіс қалыптасты, жұрттың бәрі қалаға келді, енді далалы аймақтардағы атауларды ауылдар көңілі ерісіп келе жатыр. 20 жылда қазір 20-ға келгенде бүтіндей бір ұрпақ далалы аймақтардағы атауларды ұмытып қалды. Оларды қазіргі оқығанмен оның қандай екенін ести алмайды. Енді бұл атауларды қазақ даласының бүкіл бет бейнесі біледі. Қазақ халқы көшпелі тұрмыс кешкен халық. Көшпелі өмірінде ол даланың әрбір тасына, жырасына, сайына, дөңгесіне, соғысына бәрін алып отыр. Математикаға және географиямен тікелей байланысып келеді. Мысалы, мен осы сөздерді оқып өтейін. Ел, белес, биік, жота, жау, жарламық, жар, жартас, жон, асу, мойнақ, қыр, қырат, далалы қырат, азыр, соқып, бет, беткей, шың, тағы басқа атаулар бар. Бұл атаулар тілімізде бүгінгі дейінгі аралықта көшпелі кезеңдерде өте тамаша қолданылып келген. Ал енді мына қабылдану жағдайында бұл атаулар біздің тілімізде ұмытылып бара жатыр. Бұл мынау қалалық терминология тұрғысынан алып қараған кезде бұл атаулар тікелей географияға қатысты. Географияға қатысты. Енді байырғы тұрмыстан кетіп жаңа бір кезеңге ғылым мен білімнің жаңалықтарына арқа тиетін кезеңде география ғылымы осы атауларды өзінің әрқайсысына атаулар беру керек. Мысалы, географиялық терминдердің беретін мағынасы мен зоологиялық терминдердің беретін мағынасы екі түрлі болып келеді. Мысалы, біздің қазақ әдебиетінің түсіндірме сөздігіне қарайтын болсақ, жота деген сөзге биік жер, төбе деген мағына береді. Жотаға. Шоқ деген сөзге де тура, биік жота, төбе деген. Олай қараған кезде екеуі бірін-бірі пайдаласқан. Соған кезде әр аймақтарда қолданылатын мағынада осы атаулардың бір-біріне ұқсастықтарынан басымнан деп болып келуі мүмкін. Ал бірақ география ғылымы бар. Осы
географиялық нысандардың сипатын нақты дәл баламасын береді. Біз қазір мен бағана айтып отырған терминдері бұл биіктік атаулар. 4-5 болсын, 5 болсын, бәрі биіктік атаулары. Енді осы биіктік атаулары ароним деген терминнің аясында, ароним терминнің аясында топтастырылады. Сонда біз номенклатуралық терминдер дейміз, географиялық терминдер дейміз, гидрографиялық терминдер дейміз, әртүрлі аттар дейміз. Ал енді тілдік ерекшелікке келетін. Мысалы, жетісу өңірі, Алтай өңірі, мына шығыс Қазақстан аймағындағы тау аймақтардағы тау деген сөздің мағынасын айтты. Енді далалық Арқа өңірі, Батыс өңіріндегі тау деген сөздің мағынасын қарайтын болсақ, мынау далалық аймақтардағы бір көздер деп алар, ол тау деп аталуы мүмкін. Ал енді сырттарына қарағанда олардың тауы бар. Ол биік таулар, яғни шың, бұлар, биік бағанағы тауларды біз тау деп атаймыз. Міне осы тұрғыдан келген кезде мына басқа дамыған елдерде мысалы ағылшын тілінде болсын, орыс тілінде болсын, мынау Қытай тілінде болсын, сол тілді білетін азаматтар тұрған кезде әрқайсысының өзінің нақты өлшемі бар. Терминдерінде алған кезде тау дегенді филологияда бұл тілдер бейнелі мағынада бейнелі өзгерістердің санын айтып кетті. Мысалы мынау мыңдаған жылдардан бері атаулардың бәрі жоқ, мынау жаңа технологияға сәйкес келмейді, жаңа сәйкес келмейді деп ысыра беретін болсақ, бізден тілден айырыламыз. Сондықтан бұл мәселеге келген кезде географиялық атаулар деген құдық деген бар. Осы атаулардың әрқайсысы шыңына байланысты біз бұны қайнар деп атауымыз мүмкін. Немесе аудан ағып жатқан бұлақты немесе басқа деп атауымыз мүмкін. Міне осындай жағдайға келген кезде мамандармен, сала мамандармен, филология саласының мамандары ақылдасып отырып, осы тілдегі ұғымдарды айқындауымыз керек. Филологиядағы филологияға қатысты немесе ономастикаға қатысты лексикалық бірліктер географияға байланысты география саласының кезінде ол нақты терминдер нақты термин ретінде оның анықтамасы берілді. Одан сол терминге ол баламалылық деген болмайды. Bir ғана сөз айтылма, соған қатысты ұғымдар түсіндірілсін керек. Одан кейін осы мынау бізде қазіргі тіл туралы заң бар. Тіл туралы заң бар. Екіншіден бағанағы аймақтық әкімшілік аймақтық бөліністер туралы заң бар. Ал енді осындай бөліністерге келген кезде филологиядағы сөздер қолданылмайды. Оған келген кезде нақты терминдер берілу керек. Ал енді біз заңды қазақшалаймыз деп отырмыз. Ал енді егер біз нақты терминдердің сөздігін жасап, соның бағанағы құқықтық мәртебесін айқындап беретін болсақ, онда ол заң ойнамаудан айналады. Міне термин дегенде осы мәселе өте маңызды болады. Осы тұрғыдан біз келіп қарайтын болсақ, мынау өнерден келе жатқан сіздің байырғы болмысын сақтаймыз. Ал енді екіншіден сол жаңа рухани жаңғыру деп отырмыз. Жаңғырудан осылай ғана келе жатамыз. Ал енді сырттан термин сақтап кіргізе беретін болса, онда мынаның бәрі далаларының кесіп-кесетін білдіріп алуы мүмкін. Мысалға, мына терминдерді ағылшын тіліне аударатын болсақ, ағылшын даласында мынандай аймақ болмауы мүмкін. Мынандай тау, мынандай сай деген сияқты елдігес болмауы мүмкін. Ал ол бізде бар. Бұл біздің даламыздың кесіп-кесеті. Енді осы кезде терминге айналады. Жаңаға үлкен мәселені көтеріп отырсыз. Айтып отырғаныңыздың барлығы рас. Әрине бұл жерде сала мамандары менен тіл мамандары бірлесіп ортақ жұмыс жасау керек сияқты. Сол кезде ғана бір нәтижелі жұмыс болады деп ойлап отырмыз. Келесі сөздің кезегін Құламан Зиба Абдуллақызына береміз. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты. Қазақ тіліндегі ойконимдік терминдер мәселесі деген тақырыпта баяндама жасайды. Сөз өзіңізде. Рахмет, сөйлеміңізді бағаландар. Мынау Мұхаммед Абдуллати атындағы мемлекеттік университеті филология және журналистика тапсыратын соңғы көктем айынан бері біздің осы екінші онлайн конференциямыз осы аномалия, оның ішінде орфография кандидатының 2017 жылғы болашақ адамдардың кандидаттық бағдарламасы бойынша латын харпіне, латын графикасына көшірудегі жаңа
ішінде байқасам Шымкент мынау Абай атындағы мемлекеттік университетімен және Атырау бірнеше университеттермен енді мынау бүгінгі жасап отырған біздің аталығымыз өте күшті қуанышты сый қазына орталығының Астанадан келіп Нұр Сұлтан қаласынан келіп жасап отырған салтанат өте қуаныштымын. Енді бұл жерде шынында да мынау ғалымдардың пікірлері ғалым қоғамның өзінің диалектиканың дамуы бойынша заңдылықтарда мынау үнемі саннан сапаға көшіп отырады. Одан кейін үнемі әр ғалымдардың берген диалектиканың дамуы бойынша берген өзіндік пікірлері сол яғни қарама-қайшылықтары қоғам дамып отырады. Фильмдеріміз жаңарып отырады, дұрыс, бірақ дегенмен де бұл мәселеде біз термин мәселесінде шынында да жүйелік жоқ. Тек қана біз жүйелік жоқ деп айтып қоймай, жаңа Бекжан мырзаның айтып кеткен, Тәуелбек мырзаның ағайларымыздың айтып кеткен, Мамырхан ханымның айтып кеткен мәселелер жалпы біздің ғалымдардың пікірлері заңдылыққа қатпай, ақыл сотынан шая болмай, осы мәселелерді бір ортақ мәмілеге келтірумен біздің онлайн мәселесінде осындай мәселеге жеткізді. Себебі әр саланың маманы география, графиканың ғылымы бар, қоғамдық ғылымдар бар, техникалық ғылымдар бар, қазіргі ақпараттық ғылымдар шығып жатыр. Ондағы мәселелерге байланысты шынында да бізде секілді қазақ тілімізде өте алуан өте көп. Жаңа айтылғандай. Енді өзім айтайын деп отырғаным шынында да бұл біздің зерттеп жүрген саламыз, филологияның бір саласы ономастикаға қатысты осы қазіргі латын графикасының көшуге байланысты мен тікелей әрбір берілетін тек қана біздегі атаулар жалпы барлық сөздерді аударамыз, бірақ осы жерде негізгі бір объект сөздерді анықтайтын түсіндіріп тұрмын. Лингвистикалық сөздер жиынтығы сіздер ғалымдар білесіздер, оның метафизик аталатыны белгілі. Бұл әрине бізде лингвистикалық сөздерді берілген, яғни екінші дәрежедегі сөз деп аталады. Онда энциклопедиялық сөздерде тіл біліміндегі метафиз өте күрделі құбылыс. Оның негізінде бір жағынан терминдер арасындағы жүйелі қатынас жатса, екінші жағынан жалпы ғылымның лексикамен тіл біліміндегі зерттеулердің әртүрлі аспектілерін қолданылатын сөздердің сөздікке бейнелеп берген екінші контекстте. Әрине онымен таныстық, сондықтан да мен ойлаймын әртүрлі осы термин мәселесіне қатысты бізде ғалымдар арасында тіпті мынау швейцарлық фильмнен басқасында осындай пікірталастар өздерінің өздерінің пікірлері әр саладан бұл термин мәселесін сөйлеп жаңа айтып отырмын, мысалы оқулықтарды оқып отырған кездерінде тоғызыншы класстың оқу орнының ішінде ядро деген сөзді қызық деп аударғанынан және қазақ тілі оқу орнының ішіндегі біздегі баспадан шыққан оны бағдарланды жерсақат деп аударғаннан бастап мынау халық арасындағы күлтек қалыптастырудан маман ретінде мысалға осы шақтарда бізде бір болмай жатыр. Әрине ол оқулықтар шығып кетті, барлық қалалар санады, халықтар ата-аналар тарапынан берілді. Міне бізде немесе сондықтан да бізде шынында да бізде осындай мәселелердің барлығын бір ортақтастырып, өзінің зерттеп жүрген, қарастырып жүрген мәселе ономастика болғандықтан қазіргі кездегі ономастикалық атаулар. Яғни соның ішінде білерін антропонимдер сан есімдерден маған оны бекер өзі терең зерттеген есімдеріне байланысты менің зерттеп жүрген мәселе топонимиканың ішінде белгіленген атаулары. Міне осы атауларға байланысты сол ғылымның дамуындағы біздегі берілген метафиздің дамуына қалай ықпал етеді? Осы атауларды біз ертеңгі күнді жаңа жалпы терминдерге, географиялық терминдерге, детерминативтерге қатысты бекем айтып кеткен болса, нақты атаулардың өздері қалай жасалып жатыр? Қалай қабылданады? Мынау біздегі мынандай бізде жаңа қарап отырмыз, әліпбидің нұсқасы бар, бізге берілген сол әліпби бойынша біз қалай жазамыз? Осы мәселені қалай осы әліпбидегі көрсетілген атаулардағы жалпы міне осы сіздерде міне кеше біз осы атау басылған кезде осыны алдық, біздің өзімізде де бар. Міне осындағы берілген таңбаларымыз мысалы Мәскеу деп айтамыз, кейбір жағдайларда оны
қалай жазылады. Бұрынғы орыс кириллица кезіндегі орфографиялық ережелерге бағынышты ретінде бола ма? Немесе жаңа қабылданып жатқан орфографиялық ережелер жобасы берілді ғой бізге. Міне байқамаса қабылданып орыс тарапынан бізде міне осы мәселелер бізді қазір көптеген жағынан орфография жағынан әртүрлі ауыртпалықтар өйткені оның себебі неде? Халық арасында түсінгендіктен біз үш түрді тіл негізінде біз ағылшын тілінде жастарымыз қазір көбіне ағылшын тілінде. Ал бізде берілген сол ағылшын әліпбиіне негізделіп берілген сөздерді біз ағылшын тілінде ағылшын грамматикасына сәйкес жазамыз. Осы жерде кішкене болса да шатасады. Осы жастарымыз біздің орфографиямызда осы атауларды, нақты атауларды жазу мәселесінде осындай кішкене болса да әртүрлі міне осы жақтарына біз әдістемелік тұрғыдан қалай жазу керек, қалай айту керек, қалай белгілеу керек, нақты транскрипциясын трансляция, міне осы мәселелерді біз алға шешуіміз керек. Дұрыс, ол терминдер қабылданды. Бір терминнің өзі бірнеше мағыналарды жаңа айтқандай беріп отыр. Міне осы жақтарын ескерсек, бұл тілдің қыры мен сыры өте нәзік жақтарын өте көп екендігін білдіреді. Енді жалпы біз ондағы атауларға келетін болсақ, жалпы тез дамып келе жатқан тіл аясында ономатикалық материалдарды нақты зерттеу керек. Яғни нақты зерттеу деген не бұл жерде? Біздің жаңағы айтып отырған антропонимдер, зоонимдер, ипонимдер, космонимдер, онимдер, мына айфонимдер, гидронимдер, анонимдер, идиомимдер, мысалы айтып оның мәселелері көп. Міне осы жақтарды біз тереңірек әрбір саламаларды оны жақсы түсініп отырған болар. Терминологиялық жаңалықтарды да біз айтқан ғалымдардың пікірлерін біз ескеріп қалдырмауымыз керек деп ойлаймын. Ал одан кейін тағы да осы жаңа латын әліпбиіне негізделген жаңа қазақ әліпбиі негізінде жаңа концептуалды ақпараттың қабылдану мен белгілі бір терминдердің жаңа мазмұнда қозғалу деген айтады. Әрине біз енді құдай қаласа осы жерде тағы да сөйлесіп жатармыз. Сондықтан да әрбір атаулардың жамбыл бойынша 10 аудан көптеген ресми атауларды не осылардың барлығы неше атауларды солардың барлығын қазір байқап отырған шығарсыздар. Біз латын графикасына енгізілген жаңа қазақ әліпбиінде орфографиялық ережелерге сәйкес жазудың бір басқарады. Мен ойлаймын, біздің бұл тек қана онлайн семинар түрінде конференциялар арқылы бұл мәселелер шешілмейді. Сондықтан да үнемі қарым-қатынас табылып, біздің ойымыз барлығын айтқан пікірлеріміз бір жерге ортақ келіп түйіссек, ғалымдардың жаңағы ақылшылықтан әншайым сияқты жанрға немесе дұрыс, сіздікі дұрыс, пәленше дұрыс айтпайды, немесе дұрыс айтпайды емес, біз осы мәселені бір ойластырып, түйістіріп басында білсек, сол деректерді мемлекеттің қазақ тілі ана тілін көбейтіп, терминді қамтамасыз ететін орфографиялық жағынан болады. Тіпті біздің 25-ші жылға тұрған авторлар өте әсіресе мамандар, қазақ тілінен әдебиеті мамандардың арасында көптеген біздің алғымыздар міндеттері тұр. Міне осы мәселені жақсы шешеміз деген ойдамыз. Айтатын сөздеріңіз болса маған рахмет. Рахмет, Сиба Абдуллақызы. Сіз де үлкен мәселені көтеріп отырсыз. Қазіргі сіздің айтып отырған жаңағы латын әліпбиіне көшу барысындағы мәселелер, проблемалар бұл әрине көтеріліп жатыр. Қазіргі ең өзекті мәселе біздің ғалымдар, сіздің жанайқайыңызды біледі ғалымдар, дәл осы мәселемен жұмыс жасап жатыр. Жаңағы сөздіктер жасау барысы бар. Содан кейін жаңағы кісі есімдерінің атаулары, жесу атаулары. Енді бұл дәл қазіргі жасалып жатқан жұмыс. Бұның нәтижесін әрине біз осы жылдың соңына қарай көреміз. Жаңағы арнайы жұмыстардың нәтижесі талқыланады, ортаға салынады. Бекжан аға өзі біледі, айналысып жатқан ғалымдар бар. Жылдың соңында оның нәтижесін көреміз. Ал енді мысалға кез келген тілдің өзінің салалық терминдері болады. Мысалға кез келген саланы меңгеру үшін, мысалға сол терминдерді толық жетіп меңгеру керек. Ал енді термин дегеніміз белгілі бір ұғымды білдіреді. Ал сол ұғым нақты болмаған жағдайда, ол жаңағы халыққа тараған кезде нақты ұғымды бермесе, ол қолданысқа түсуі де мүмкін, қолданыстан қалып қалуы да мүмкін.
Мисалга терминдерди өзү актив терминдер деп айтат, колданышка салган кезде пассив терминдер деп айтат. Жанагы Бекжан ага айтып жаткандай, мурунку биздин ата бабаларыбыз колданган өзүбүздүн сөздөр калып коюп жатыр деп жатыр. Мисалга жота, бийик, тау, тастың, жер суу атаулары. Бул әрине сиздердин коркунучтарыңыз дурус. Бул жаңагы тил билими саласындагы үлкен маселе го энди. Сиздер өздөрүңүз салаларыңыз боюнча жалайкаларыңызды айтып жатырсыздар. Бул алдагы мына латын графикасына көчүү маселесинде алдагы жаңа жасалынатын жумуштар гаалымдардын бирлеше отуруп тилибизге катышып, өздөрүңүздүн пикирлериңизди билдиргендериңизге рахметибизди айтабыз. Және осы онлайн сабаққа біздің семинарымызға сырттан қатысып тыңдап отырған қатысушыларымыз бар. Сол кісілерден бізге сұрақтар келіп түсіп отыр. бір қатарларына жауап беріп өтсек. Біздің қатысушымыз Маржан Кәкімбайқызына сұрақ қойып отыр. Қазіргі терминдердің көбі мазмұн мен форма жағынан бір-біріне сай емес. Оны бізге түсіндіру үшін қандай шаралар жасау керек деген мәселені көтеріп отыр. Сіз қандай жауап берер едіңіз мәселеге? Енді жаңа менің баяндамамда да, менен кейінгі жаңағы Жантас ағайдың да, басқа да Апай, басқа да ғалым ағайларымыздың баяндамаларында да бұл мәселе айтылды. Форма, яғни сөз берілген таңба термин мен ұғымның жаңа сәйкеспейтін тұстары. Менің де жаңағы баяндамамда болды, Бекжан ағайдың да баяндамасында бұл мәселе айтылып отыр. Бұның барлығын біз қалай біріздендіреміз? Жаңағы сала мамандарымен бірлесе отырып жұмыс жүргізу керек деп есептеймін, тіл мамандарымен. Бізде жаңағы тілдің сыртқы құрылымдық жағына, сыртқы формасына, яғни сөздің жасалуына, сол синтетикалық тәсіл арқылы жасалып тұр ма, аналитикалық тәсіл арқылы жасалып тұр ма, жаңағы қосымшаларымыз, біздің аффикстеріміз өз орында дұрыс жалғанып тұр ма, болмаса сөздердің тіркесімділігі бір-біріне сәйкес келіп тұр ма, жоқ па деген мәселелердегі жаңағы терминнің беріп тұрған ұғымын, жаңағы сөздің мағынасы толық қамти ала ма, қамти алмай ма деген мәселе тұрғысынан тілшілер көмек беруіміз керек деп ойлаймын сала мамандарына. Ал сала мамандары да өз кезегінде біздерге жаңағы өздерінің ұсынып отырған терминдері, болмаса бұрыннан қалыптасқан терминдерді мынау сөз ауыстыра ала ма, болмаса ауыстыра алмай ма, оны аударудың қажеттілігі бар ма, жоқ па, болмаса біздің қазақтың байырғы сөздік қорынан біз ала аламыз ба, соған сәйкес келетін балама сөздерді, болмаса басқа түркі тілдерінде соған сәйкес келетін тілдік бірліктер, лексикалық бірліктер бар ма деген мәселе төңірегінде жаңағы бас қосып ортақ бір шешімге келу керекпіз ғой деп мен есептеймін. Және менің ойымша жаңағы терминологиялық, салалық сөздіктер шығарған кезде міндетті түрде қасында түсіндірмесі болса. Сол кезде мазмұн мен терминнің беріп тұрған мән мағынасы, сол ұғым түсінікті қамтып тұр ма, қамтып тұрған жоқ па деген мәселе айқын көрініп тұрады. Түсіндірмесі бірге берілсе екен. Соны беруіміз қажет деп есептеймін. Рахмет. Халықаралық терминдерді қолданамыз деп ұлттық танымымыздан алыстап кетпейміз бе деп сұрақ қойып жатыр сізге Тәуекел Төлебайұлы. Бұған қалай қарайсыз? Сіз халықаралық терминдерді өз күйінде алайық деп отырсыз ғой. Халықаралық терминдер Қазақстанның ғалымдарының одан не болса, мысалы елбасы айтты, 2300 термин сол күйінде қалса, халықтардың біріне бірі түсінушілігі көбейеді.
қазақ тілінің қолданысының аясы келмейді. Бұны неге қорқады? Терминдерді бар терминдерді қолдансақ, оны білетін, оқитын адамдарды саны көп келеді. Қазақ тілінің мәселесі жоғарылайды. Енді мысалы, жаңа айтып отырмын ғой, клетканы жасуша деп мен қалай беремін? Жасуша деп айтып клетканы. Олай да қажет не? Оны 16 ғасырда ғалым Роберт Хук ойлап тапты, ондан осы енгізді. Мен жасуша деп қанша уақытым керек? Мен жаттауым керек. Одан кейін оны тәмсақ болуы. Ол себептен тілдерді терминдерді сол тілге енгізіп, оны пайдалануымыз керек. Өйткені оған дейін тәуелсіздік алғаннан кейін пайдаландық. Енді бүгінгі тәуелсіздік алғаннан кейін оны істен шығарып, халықтың игілігіне қолдануын орнын алыстатылады. Еш уақытта жасуша деп орыс, кәріс, неміс кеше айтты. Сол күйінде қалдырып береді. Назарбаев та осы талап етіп отыр. Халықты қинамаңдар. Саяси тәуелсіздікті мына псевдопатриоттар тілдік тәуелсіздігінен шатастырды. Мен жауап осында. Жақсы аға, мысалға дұрыс айтасыз аға, мен айтар едім, кейбір терминдерді халықаралық өз күйінде қолданып жүрміз. Бұл әрине біздің мына дипломатия саласына қатысты терминдер бар. Ал енді мысалы Ислам Жарылғаповтың мороженое деген сөзді, мороженое кәдімгі балмұздақ деп әдемі аударып берді. Ал енді мұндай сәтті аудармалар бізге біздің сөз қорымызды жаңағы байытпаса, одан біз зиян шекпейтін сияқтымыз. Мысалға шетелдің қазір мынау ғылым мен техника дамыған уақытта, біз қарыштанып дамып келе жатқан кезеңде бізге кірме халықаралық терминдер өте көп. Олардың бәрін біз тілімізге сол күйінде қабылдай берсек, ол қалай болады? Біздің өз тіліміз қайда қалады сонда? Мен мысалға осы жерде Бекжан ағаның мынау қазақтың төл сөздерін, бұрынғы ата-бабамыз пайдаланған сөздерді пайдаланғанымыз дұрыс-ау деп ойлаймын. Ал енді барлық жалпы баяндамашыларға, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ғалымдарына, біз мынау тіл қазына ұлттық практикалық ғылыми орталығынан өз алғысымызды білдіреміз. Біздің мынау терминология тақырыбындағы онлайн семинарымызға өз үлестеріңізді қосып, үлкен жауапкершілікпен жан айқайларыңызды білдіріп жатқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Және өзіміздің мынау Нұр-Сұлтан қаласындағы Еуразия ұлттық университетінің ғалымдарына да бізге жаңағы жұмыс істеуімізге өз жаңағы қол ұштарыңызды беріп, әсіресе Бекжан аға өзіңіз тікелей ұйымдастырдыңыз осы онлайн семинарды. Біздің жұмыс жасауымызға жаңағы ғалымдармен байланыс жасап, өздеріңіздің пікірлеріңізді біліп, осындай семинарды ұйымдастыруға атсалысқандарыңызға рахметімізді айтамыз. Мынау еңбектеріңізге табыс тілейміз. Жақсы күндерде жолыққанша. Барлықтарыңызға рахмет. Біздің Мұхаммед Хайдар арамыз жазылмасын, осылай үнемі байланысты бола берейік. Салтанат, Маржан, Айгерім қызым